Сәлем, мен сүйікті оқырмандарым. Мен сұхбат алушы Бүгібаева Назерке және сұхбат беруші кітапханашы апайымыз Фарида апай екеуміз. Кітапханашы мамандығының қыр-сырын зерттеп, сосын қоғамдағы оның рөлін, қазіргі заманауи кітаптарды талқылайтын боламыз. Ал ендеше сұхбатымызды бастайық. Сәлеметсіз бе, Фарида апай? Алдымен өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Мен Нұркешова Фарида Махмудовна 1972 жылы мектеп бітіре салып Өскемен қаласында орыс мектебін бітіріп, 78 жылы Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтына түсіп, осы мамандықты таңдаған. Маған бірінші сұрақ осы кітапханаға, өзім қатты жақсы көрем кітап оқуды, бірақ та біздің кезімізде қазақ кітап болған жоқ, біз орысша оқыдық, орысша тәрбиелендік. И орыстардың көп маған зиян деп айта алмаймын, мәдениеті қалыптасып кеткен. Сондықтан енді қазірден бастап осы жасыма қарап, әлі кітапханада биыл 40 жыл болыпты кітапханада кітап мамандығын істеп атқаныма. Кітапханашы мамандығыңыз өзіңізге ұнайды ма? Менің өзімнің екі жоғары білімім бар. Біреуі кітапханашы, екінші заңгер мамандығы ол. Заңгер маған ұнаған жоқ, өзім кітапханашыны ұнатамын да, әлі де ұнатап, жақсы көремін. Апай, айтыңызшы, қазіргі жастар кітапханаға қаншалықты жиі келеді? Біздің мектепте жақсы оқитын оқушылар көп әрине. И жақсы кітапта сұранысқа келген кітаптар келмейді бізге. Біздің балалар фэнтези сұрайды, комиксы сұрайды расында. Олар енді бізге түспейді. Бірақ та әлі де тарихи романдарды жақсы оқиды. Фантастикалар бар, бірақ орысша аударған. Содан кейін шет тілдердегі мазмұнда баспасынан келген фантастикалар жақсы оқиды біздің оқушылар. Ал апай, өзіңіздің сүйікті кітабыңыз қандай? Құпия болмаса. Құпия ешқандай құпиясы жоқ. Менің өзім шет елдің әдебиетін көп оқимын. Қазір оқыған кітабым «Менталит» деп аталады. Оның авторын айтпай ақ қойын, оның шет елде шыққан, бірақ қазақша, орысша шығып келген, шет елден алғызған кітабым бар. «Металлист» деп аталады. Соны оқып жатырмын қазір. Негізі қандай жанрда оқығанын ұнатасыз? Мен өзім бұрын тарихты жақсы көретін, табиғатты жақсы көретін. Қазір енді әлгі бытовой роман дейме, неғылым өзіме жақын баяғы, сол сияқты енді. Журналдарды жақсы көрем в основном. Енді Фарида апай, айта өтсеңіз, қазіргі кітаптардың, жалпы кітаптардың адамға, тұлғаға, жалпы адам баласына берер пайдасы қандай? Енді адам баласына кітап оқымаса білмеймін, енді оқу керек. Адам баласы кітап оқымаса ол қалай енді адам болады? Адам, қазіргі жастар кітапты жақсы оқиды, мен білем. Біріншіден нейрондар өседі, тіл байлығы көбейеді, сөз байлығы көбейеді. Кітап оқымасаң мәдениетсіз адам боласың ғой. Білген кітап оқу керек, меніңше. Осыламын. Енді кітапхана саласында алдағы уақытта қандай жобаларды іске асырғыңыз келеді? Кітапханада қазір жобалары көп. Қазір енді үкімет басшысы айтып отыр ғой, электрондық кітапхана болады деп. Қазіргі жастардың бәрі өздерінің гаджеттерінен басқа электронды кітаптарды оқыған жақсы көреді. Рахмет, Фарида апай, сұхбатыңызға. Сұхбат алу арқылы көп нәрсе білдім. Сізге сұхбатыңызға рахмет. Бұл сұхбат мен үшін өте пайдалы болды. Және де біздің оқырмандарымызға да өте пайдалы болады деп үміттемін. Кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар, бір-біріңізге кітап сыйлаңыздар. Кітапханаға келіңіздер, достар, бірге кітап оқиық, дамиық, білім алайық. Енді келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.